Кіші жүз батырлары бірігіп, шамамен 1780 жылдары Шаған бойындағы қалмақтарға аттанады. Жорықшылар 2000-дай қолмен аттанып кеткенін естігенде Бекет, бұл сапарға бекер кеткен екен, жолдары болмайды, аман келсе де жаман келеді депті. Қазақ ауылдарында атқа мінетін адамдардың көбі сол жорыққа аттанып кеткенін естіген түркмендер 300 жасақпен келіп, бейғам отырған қазақ ауылдарын шауып, қарайған малды алдарына салып айдап кетіпті. Барымтаға кеткен малды артынан қуып барып, айырып алып қалуға тәуекел етер азаматтардың шыға қоймағанын көрген қазақ ауылдары не істерін білмей отырғанда Бекет, түркмендерді артынан қуып барып, малды айырып қалайық деп елге хабар салыпты. Әр ауылдан 1-2-ден қолдарына қару ұстауға жарайтын өр көңілді 40 жігіттің ғана басы құралыпты. Үлкен шалдар Бекетке 300 қарулы жасаққа 40 адам не істей аласыңдар, босқа қырылып өлесіңдер ғой, бастан құлақ садақа, артынан қумаяқ қойыңдар деген екен. Сонда Бекет, Алла жәрдем берсе кеткен малды қайтарып әкелеміз деп, жиналған 40 жігітті бастап, жау өзімен қуа шығыпты. Бір күн бір түн тынбастан шауып, ертесіне бір биік жолдың басына шыға келсе, ойда сірескен қалың тұман арасынан айдалған түйе, жылқы, қой, ешкілер, соларды жан жағынан иіре қамап тұрған түркмендерді көріпті. Бекет жолдастарына араларыңды 40-50 қадамнан бастап ұрандаты айғайлап, жауға үрей сала шабыңдар, адам өлтірмеңдер, тек қана 5-6 тұтқын алуға рұқсат, қашқан жаудың соңынан қумаңдар депті де, өзі астындағы ақбоз атына қамшы сала ұрандап, жауға қарсы шауыпты. Жолдастары да ұранға қосыла жер дүниені жаңғырықтыра жауға ұмытылғанда, түркмендер малды тастай қашыпты. Аттарына мініп үлгер алмаған 5-6 түркменді қолға түсіріп, қашқан жауды өкшелей біраз жерге қуып тастаған адай жігіттері, шашауы шықпаған малды алдарына салып айдап, елге оралыпты. Бұлар бір жерге келіп тоқтап, малдарды иіріп тастапты да өздері тамақ пісіріп ауқаттанып, біразырақ тыныстапты. Қолға түскендердің біреуі отырып, өздерін қоршаған 40 жігітті көріп таңғала, жасақтың қалғаны қайда деп сұрапты. Бір мақтаншақтау жігіт, «Ей Шақшабас, сендердің зәрелеріңді алып қашырған осы 40 жігіт қой, қалғаны деп кімді айтып отырсың? Көздеріңе қос көрінген болар» депті. Сонда әлгі түрікмен, өтіріктің де келісі болушы еді, сендер тым қисынсыз өтірік айтады екенсіңдер. Ана отырған ақбозатты кісінің оң қанатында 1000 кісі, сол қанатында 1000 кісі атой салып ұмтылғанда есіміз шыға қаштық қой. Шынында 2000 қолға 300 адам не істей алады? Біз сасқанымыздан атымызға мінуге әліміз келмей, қолға түсіп пенде болдық емес пе деген жігіттердің бәрі Бекетке қарасыпты. Ол әңгімені түгел естісе де үндеместен шайын ішіп отыра беріпті. Сонда барып адайлар, түркмендердің еш қарсылық көрсетпей, малды тастай қашуында Бекеттің өздеріне белгісіз бір сыр жатқанын сезген екен. Бекеттің әулие пірлігі осыдан кейін-ақ елге әсірелене таралыпты. Жігіттер малдарды айдап әкеліп, ауылдарына таратып беріпті. Алдындағы жорыққа аттанып кеткен 2000 қол қалмақтарды шабалмай, арып ашып елге оралыпты. Бекетпен бірге жаудан мал дайырып қалған 40 жігіт Бекетке келіп, «Мыналар қалмақтан бос келді ғой, сен сол қалмақтарға бізді бастап жүр» деп қолқа салыпты. Бекет олардың сөзін жерге тастай алмай, 40 адамды бастап, Ақтөбе, Қаратөбе жағындағы қалмақ ауылдарына жорыққа аттанып кетіпті. Бір жерлерге келгенде қалмақтың қарулы жасағы бұларға қарсы кездесіпті. Саны жағынан өздерінен әлденеше есе көп қалмаққа Бекет 40 жігітті бастап ұрандата тиісіпті. Қалмақтар алдыңғы жорықтағыдай қазақтармен ұрысуға әрекет жасамай тұра қашыпты. Қалмақ әскерлерін біраз жерге қуып тастаған адайлар сол маңдағы қалмақ ауылдарының қарайған жылқыларын олжалап, алдарына салып айдап елге қайтыпты. Қаратөбе жағында Жасылкөл, Жайсаң, тағы бір қатар 3 көл бар екен. Сол 3 көлдің орта тұсына келіп, бұлар жылқыларды иіріп тастапты да, өздері тамақтанып, аз ғана уақыт мызғып алмаққа жатып қалыпты. Бекет те ұйықтап алмақ болып жатып, өз-өзіне бір нәрседен секем алып, басын көтеріп көл жағасына қараса, судан адамның бір саусағы көрініп, қайта батып кеткендей болыпты. Ұйқысы шайдай ашылып кеткен Бекет жатқан орнынан түрегеліп отырып, әлгі түсті бақылай қарапты. Біраздан кейін судан адамның 5 саусағы көрініп, қайта батып кетіпті. Тағы біраздан кейін 10 саусақ қатар көрініп барып, тағы да көрінбей кетіпті. Содан кейін ештеңе көріне қоймағасын, Бекет ойға кетіп, «Япырмай, бұл қалай болды? Әуелі көрінген бір саусақ Алланың бірлігін ескертіп тұрғаны ма? Одан кейінгі 5 саусақ 5 уақыт намазбен мұсылманның 5 парызы емес пе екен?
Соңғы 10 саусақ нені меңзегені? Алла тағала менің бұл жүрісімді құптамағаны ма? Не де болса бүгін осы жерде кідіріп қонайық. Мүмкін тағы да бір аян берілер деген тоқтамға келген Бекет жолдастарын оятып алып оларға бұлай депті: бүгін осы арада түнеп тынығып алайық. Бір-екеуің осы көлдің айналасында отырған балықшы ауылдарды кешке қонаққа шақырыңдар. Ет асатын қазан ошақ, аяқ табақ жинап әкеліңдер. Мына жылқының ішінен бір семізін сойып, келгендерге қонағасы берейік. Жылқыларда мына көк орай шалғында тыныш жайылып жатыр ғой. Өзімізде әбден тынығып алғанымыз дұрыс болар деп тапсырма беріпті. Бір семіз жылқыны сойып, етін бірнеше қазанға асып, маңдағы ауылдардан келген адамдармен бірге тамақтанып болғасын, бұлар түнде жатып қалыпты. Түн ортасы ауа Бекетке аян беріліп: «Ей шырағым, мына алдарыңдағы қалың жылқының тек қана байлардың мал екеніне көзің жете ме? Араларында талай жарлы жетім қасқалардың аяқ артар жалғыз аты жүрмегеніне кімге біл? Сендер малға, дүниеге қызықпаңдар, көңілдерің азбасын. Осы жылқыдан әрқайсың бір-бірден ат ұстап жетекке алыңдар да, қалған жылқыларды мына балықшыларға үлестіріп беріңдер. Бекет, екіншілей өзің мұндай жүрісті қой» депті. Таңертең шайларын ішіп тамақтанғансын, Бекет жолдастарына өзіне түнде Алладан аян берілгенін айтып, Алладан пәрмен болды деп, маңайдағы ауыл адамдарына тегіс хабарлап шақыртыпты. Ел адамдары әбден жиналып болғасын, қасындағы жолдастары үшін бір-бірден ат қалдырыпты да, қалған жылқыларды әр ауылдың адамдарына үлестіріп беріп, өздері елге қайтыпты. Бекет осыдан кейін елдің барымта сарымта, мал дауы сияқты шаруаларына, жорықтарға қатыспапты дейді Сарыбек әулие. Осы сапардан кейін көп ұзамай Адай ауылының 40 жігіті жортуыл жасап, Әлім ауылының біраз жылқысын барымталапты. Жылқышылармен арада қақтығыс болып, Әлімдер жағынан 5-6 жылқышы өліпті. Осы оқиғадан кейін Адай мен Әлім арасында біршама уақытқа дейін жауығу басталыпты. Талай рет Адай мен Әлім арасында келісімге келу үшін жүргізілген басқосулар нәтижесіз аяқталып, бүліншілік жалғаса беріпті. Бекет Адай ақсақалдарының басын қосып сөйлесіп, ағайынды екі ел арасында тыныштық болмағасын, жалғыз өзі Әлім ауылын аттаныпты. Бекет Әлім ауылдарының қалың ортасына келіп, бір ел ағасының үйіне атбасын тірепті. Сол үйде біраз ел ағалары жиналып отыр екен. Үстеріне келген жолаушымен амандасып, сен кімсің деп сұраса, Бекет Адаймын депті. Сол жерде жүріс жайы сұралмастан, Адайлар талай адамымызды өлтіріп малымызды барымталаған. Әлі күнге дейін құн төлемей, теңдік бермей жүреді. Сені Құдайдың өзі айдап келген шығар. Қазір далаға алып шығып өлтіреміз деп, бәрі үйден шығады. Далаға шыққасын Бекет әлгі ел ағасы ақсақалға: бәрімізде мұсылман баласымыз ғой. Сендер мені өлтірер болсаңдар, соңғы рәкат намазымды оқып алуға мұрсат беріңдер, сосын өлтірерсіңдер деп өтініпті. Кейбір тентектердің даурыққанына қарамай ел ағасы Бекеттің тілегін беріп, намазыңа рұқсат депті. Бекет ауыл алдындағы төбе басына шығып, оңаша тұрып оқығысы келетінін айтыпты. Төбенің етегінде қазықты арқандаулы тұрған атын көрсетіп: егер қашып кетеді десеңдер, төбені айнала қоршап тұрыңдар, тек менің намазымды бұза көрмеңдер деп өтініпті. Ел ағасы оның бұл тілегіне қарсылық етпепті. Содан Бекет төбе басына шығып жайланып, намазын оқуға кірісіпті. Ауыл адамдары төбені айнала қоршап алыпты. Бекет бір рәкат намазын оқып болып, екіншісіне кіріскен кезде төбені қоршап тұрған адамдардың бастары айналғандай болып, әркім тұрған жерлеріне отыра кетіп, қалғығандай болыпты. Біразырақтан кейін олар естерін жиып, көздерін ашып қараса, төбе басындағы Бекет зым-зия жоқ. Арқандаулы аты сол тұрған жерінде. Көкке ұшты ма, жерге сіңді ме, белгісіз. Содан әлімдер Бекетке намаз оқуға мұрсат берген кісіні ғайбаттап, боқтап, оның қашып кетуіне сен мүмкіндік бердің, сол жерде өлтіріп тастау керек еді десіпті. Ел ағасы: аты арқандаулы тұр ғой, жаяу қашып қайда кете қойды дейсің, одан да жан-жақты қарап тауып алайық депті. Содан жан-жаққа бөлініп, ауыл адамдары Бекетті іздеуге кірісіпті. Бірақ тау-тасты, сай-саланы, ой-жыраларды түгел сүзіп, тінтіп қарағанмен Бекет табылмапты. Бекетті іздеушілердің бір тобы өрісте мал жайып жүрген қойшыға жолығып сұраса, қойшы: бейсеубет жүрген аттылы да, жаяу адамды да көргенім жоқ. Сендер намаз оқыды деген шамада бір әлемет құйын ауылға қарай бет алды. Ойпырмай, мұна құйын ауылға барып соқса, үйлерді жығып әбігерге салады-ау деп қарап тұрдым. Әлгі құйын ауылға жақындай бере өзінен өзі жоқ болып кетті.
Бірақ жоғарғы жағынан бір үлкен алақанат құс ұшып шығып, тура түстікке қарай бағыттап ұшып кетті. Әлгі құс маған сол құйыннан бөліп шыққандай болып көрінді депті. Бекетті сарылып іздеп таба алмаған адамдар ауылға қайта оралыпты. Күн кешкіріп қалған мезгіл, жаяу адам мұнша азап кетуі мүмкін емес. Бұған айран асыр болып, әңгімелері сан-саққа жүгіріп жатқан адамдарға ел ағасы, ана арқандаулы тұрған атына барайық деп, бекеттің қазықтаулы атына келіпті. Арқан байланған қазықты жерден суырып алса, қазық сом алтыннан соғылған екен. Оның құны қарайған ауылдың барлық малының құнына татырлық. Аттың ерінің басындағы қоржынды ақтарып қараса, ішінен қымбат матадан тігілген бірнеше шапан шығыпты. Сол жерде үлкен бір қария тұрып, «О, жамағат, бұл келген тегін адам болмады. Адаймын деді ғой. Мен білсем, бұл келген адайдың бекеті болды. Оның әулиелілігі туралы дақпырт әңгімелерді бәріңді естіп жүрсіңдер. Біз онымен әуелде жөн сөйлеспей, бекерге арандаған болдық. Мына алтын қазық, қоржындағы шапандары мен атын арқандаулы күйе тастап кетуі, оның әулиелігінің кереметін сездіріп тұрғанда емес пе? Ол бізбен бітімге келген болды. Алтын қазық, өлген адамдардың құны, мына ат пен шапандар ат шапан айыбы болды. Біз оның жөнсөз айтуына мұрсат бермей, салған жерден өлтіреміз деп өріппідік. Әлгі қойшы айтқан құйын, бекеттің құдіретін көзімізге көрсеткені емес пе? Бәріңнің бастарың айналып, естерінен танып жатқанда, ол атына мініп кетуге толық мүмкіндігі болды. Бірақ олай еткен жоқ қой. Бұл оның ағнетпен келгенінің, сол ағнетпен кеткенінің белгісі емес пе? Құйын болып ауылға соғып әуреге салса, қайсымыз не істей алар едік? Ар жағымыз бір туған ағайынбыз. Адайлармен арадағы жанжал бұдан бұлай тоқтатылып, қайтадан туысқандық қатынас жалғасын тапса, дұрыс болар еді. Бекетте соны тілеп келгенін көрсетіп отыр білемін. Әруаққа шет болмаңдар, ақмақтың ісін істемеңдер, тоқталыңдар. Мен сендерден соны тілеймін депті. Бұл сөзге қарсы дау айтушылар табылмапты. Бекеттің кереметтілігі туралы әңгіме әлім ауылдарына тез тарап, ағайын арасындағы қырғи қабақтық осыдан кейін сап басылып дейді үлкендер.